Сәлем баршаңызға. Бүгін томатный сокпен, қызанақ пен қиярды қалай жабу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі 4-5 бас сарымсақ және бүтіндей қара бұрыш керек болады, және лавр жапырақ керек болады. 70-9% уксус қажет болады, бірақ бұны ең соңында қолданатын боламыз. Және 3-4 килодай қияр мен қызанақ алып қойыңыздар, ең әдемісін алыңыздар. Бұл банканың ішіне салуға қажет болады, және осындай аз көк қажет болады. Ал томатный сокқа 7 килодай қызанақ кететін болады. Осыдан 6 литр сок шығарамыз. Қызанақтарды осылай ұсақтап турап аласыздар, блендермен езіп шығамыз осылай. Ал егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқышпен де жасауға болады. Осылай өткізіп аласыздар, және тағы да ситадан тағы да бір өткізіп, қасықпен осылай қозғап жібересіздер. Сол кезде осындай әдемі сок пайда болады. Таза қазанға немесе осындай кастрюльге жаңағы дайындап қойған соктарымызды құйып аламыз. Менде осыдан 6 литр болып шықты. Ол 6 литр 6 банкаға жететін болады. Осыны бір 20-25 минуттай қайнатып аламыз. Банканы мантаваркаға қойып осылай парлап аламыз, ал қақпағын астына қойып, оны да қайнатып аламыз. Ал енді ақырындап жинайтын боламыз. Алдымен ас көгімізді осылай салып аламыз әдемілеп, және 4-5 дана сарымсағымызды саламыз. 1-2 қасық қара бұрышымыздан салып шығамыз. 4-5 штук лавр жапырағын саламыз, және қиярды салып, қызанақты салып аламыз. Барлығын осылай салып болғаннан кейін қолымызбен бірінші реттеп аламыз. Сол кезде ішіне көп қияр мен қызанақ сиятын болады. Тағы 2 банканы мен осындай қияр салып шықтым, қызанақ салған жоқпын. Сонымен 6 банка болып шықты. Енді осыған жаңағы қайнап тұрған томатный согымызды осылай құйып шығамыз. Томатный соктың барлығын құйып болғаннан кейін қазанды немесе кастрюльді тазалап жуып аламыз, және жартылай етіп су құйып, астына майлық төсеп қойдым, банка сынып кетпеу үшін. Ол міндетті емес. Осылай банкілерді қойып, жарты сағаттай қайнататын боламыз. Банкіге 2 ас қасық тұзды салып жібересіздер. Бұл қайнаған кезде ішінде еріп кететін болады. Ал банканы жауайын деп жатқан кезде 70 немесе 9% уксусты 1 шай қасық осылай құйып жібересіздер. Бұл банканың атылып кетпеуіне көмектесетін болады. Міне банкамыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай өте оңай және тез жасалынады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Зарина. Рахмет.